Ассаламу алейкум, қадірменді қазақ елі. Мен сіздермен өз ойыммен бөлісіп отырайын деп едім. Негізі жаңағы алдында бір видео жібергеннен кейін, содан кейін жаңа неше түрлі комментарийлерде жақсы нелерді жазып жатыр, жіберіп жатыр өздерінің ойларын, және де басқа да нелерін жазып жатыр. Тәңіршілдерге тиіспесеңші, сен өзің жоныңмен жүре берсеңші дейді ол. Мақұл, тәңіршілдерге тиіспей қояйын. Бірақ жалпы мен өзім осы барлық қазағымыз исламда жүрсе, осындай исламның жақсылығын көрсе деген ойым бар болатын. Сол үшін де мысалға жазып жібергенім де сол. Оның үстіне құрметті ағайындар, қазақ бауырларым, қазақ елі. Мынау жалпы біз әйтеуір осындай комментарийлармен, сондай комментарийларда неше түрлі әйтеуір жаңағындай жазғанға, сол жерде біреуді кінәлағанға, біреуді айыптағанға мәстірміз ғой. Енді соны жаңағындай не болмас үшін енді өзіміздің елімізде мысалы қыздардың ашық шашық жалаңаш жүргендері, енді кеше тағы да бір неден көрдім инстаграмда. Енді бір бізде қазақстандық бір модельер қыз, әйел қыздарға сонда жаңағындай тұрсиын көрсетіп жүруіне сондай бір мода шығарды өздерінше. Ол бір сұмдық болды. Ол ай дейтін қой дейтін қожа, ай дейтін ағажа жоқ деген сөз. Сондықтан құрметті ағайындар, бауырлар, мен енді шақыратыным, айтатыным, мына қыздарымызды, келіншектерімізді, сондай жаңағындай аналарымызды шама келгенше жамылып ашық шашық жүрмеуін талап етсек, сұрасақ дұрыс болатын еді. Өйткені қазір қалада жүрсеңіз, ашық шашық қалай бос солай сандарын жалтырайды, омырауларын салпайды, сондай жүріп жатыр қыздарымыз. Тағы да басқа нәрселерде сондай сұмдықтар болып жатыр. Сондықтан әркім өзіміздің отбасымызды сондай жаңағындай жалаңаш жүруден қорғайық, сақтайық, ескертейік, айтайық. Мен анада қалада жүрген кезде бір қызды кездесіп қалдым. Өтіп бара жаттым да, өзіме қызық болды. Жап-жас қыз, әп-әдемі, бәрі жақсы, бәрі әйбет. Бірақ жаңағындай омырауын ашық қылып қойған, содан кейін юбкасымен жүрген, юбкасы тізесінен жоғары. В общем, барлық жағы көрініп тұр, былайша айтқанда. Өзіміздің қарапайым қазақтың қызы. Енді түріне қарасаң, инабаттылық көрініп тұр енді. Бірақ та ол қанша жерден ашық шашық жүріп, сондай инабаттылық, ұялшаңдықты өйтіп көрсеткенмен, ол бәрібір де жаңағындай не болып көрінбейді. Қалай айтсам болады? Имандылыққа жатпайды да ол деген. Егерде біз өзіміздің ұрпағымызды салиқалы, иман жүз тақуа қылып тәрбиелейік десек, немесе жаңағы ұрпағымыздың неше түрлі жаңағындай ЛГБТ сияқты солардың жаңағындай айтқандай бір жыныстылықты бармасын десек, сондай нәрсеге бармасын десек, біз өзіміздің ұл қыздарымызды жамылып, тым болмаса ұзын киім киюге айтып насихаттай жүрейік. Құрметті ағайын, соны мен сіздерге айтайын деп өз ойыммен бөлісейін деп едім. Рахмет.